Саламатсыздар ма оқушылар, қалдарыңыз қалай? Жаңа сабақты бастамас бұрын өткенге шолу сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Бұл тапсырманы Word вал пернгі тақтасында орындаймыз. Мен қазір сіздерге сілтеме жіберем. Сол жерде сілтемеге кіріп, сәйкестендіру кестесін орындаңыздар. Кесте ашылды. Енді сәйкестендіре берсеңіздер болады. Би деген екен, аспан денесінен бақылаушы маңында аудан бірлігіне түсетін жарық энергиясын ағынын, яғни жарықтандыру сипатын өлшемсіз сандық шама. Жақсы. Көрнекілік жұлдыздық шама ұғымын енгізген астроном. Жақсы. Жұлдыздық шаманы өлшеудің жаңа ұғымын ұсынған ғалым. Жақсы. Аспан әлемін бақылауға арналған оптикалық аспап. Жақсы. Адамның тәжірибелік қажеттіліктерінен пайда болған ежелгі ғалымдардың бірі. Жұлдыздық стандарт қашықтық 10 парсек немесе 32,6 жарық жылы қашықтығында орналасқандағы көрнекілік жұлдыздың шамасы. Жақсы. Нақты анықталған шекарасы бар аспанның белгілі бір бөлігі. Жақсы. Жерден көрінетін аспан денелерінің жиынтығы. Жақсы, барлықтарың жауап бердіңіздер. Енді дұрыс жауабын көрейік. Тамаша, барлықтарыңыз дұрыс жауап беріпсіздер. Рахмет сіздерге. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Қызығушылығын ояту. Оқушылар, бұл жерде сіздерге бүгінгі өтетін тақырып бойынша кішкене ғана бейнематериал. Аспан күмбезі бақылаушыға киіз үйдің төбесі сияқты болып көрінетін күмбез. Күн, ай, жұлдыздар, тағы басқа аспан шырақтары бізден өте алыс қашықтықта орналасқандықтан, олардың арақашықтығының айырмашылығы бізге сезілмейді. Сондықтан олар аспан күмбезінде орналасқандай әсер береді. Ашық далада аспан жалпайып көрінеді, яғни күмбездің төбесіне қарағанда оның іргесі қашықтағандай болады. Биік үйдің қасында тұрған адамға аспан күмбезі көкжиекке қарағанда биік болып көрінеді. Жұлдызды аспанды 1-2 сағат бойы байқаған кезде жұлдыздың бір жағынан көтеріліп, ал екінші жағынан түсетініне көз жеткізуге болады. Біз солтүстік жарты шар тұрғындары үшін жұлдыздар көкжиектің шығыс бөлігінен көтеріліп оңға жылжиды. Одан әрі олар аспанның оңтүстік бөлігінде ең жоғарғы жағдайға жетеді. Және одан кейін көкжиектің батыс бөлігінде түсіріледі. Бір тәулік ішінде жұлдызды аспандағы барлық жарық шамдарымен бір айналым жасайды. Осылайша жұлдызды аспанның көрінетін тәуліктік айналуы шығыстан батысқа қарай, егер бет әлпет оңтүстікке қарай тұрса, яғни сағат тілі бойынша жүреді. Аспанның солтүстік бөлігінде полярлық жұлдызды табуға болады. Барлық аспан оның айналасында айналады. Шын мәнінде өз осінің айналасында жер батыстан шығысқа қарай айналады, ал бүкіл аспан шығыстан батысқа кері бағытта айналады. Полярлық жұлдыз осы жер қозғалмайтын және көкжиек үстіндегі бір биіктікте қалады. Полярлық жұлдыз туралы толық мағлұмат алдыңыздар. Енді келесі бүгінгі біздің тақырыбымыз аспан сферасы, аспан координаталарының жүйелері. Сабақтың мақсаты аспан сферасының негізгі элементтерін атау, жұлдызды аспанның жылжымалы картасынан жұлдыздарды аспан координатасын анықтау болып табылады. Енді сабақты бастамас бұрын біз 3 топқа бөлініп алайық. Бірінші топ зенит, екінші топ надир, үшінші топ эклиптика тобы. Балалар, енді мағынаны тану әдісі арқылы аспан сферасы туралы тағы да бір бейнематериалды көрейік.
өлшемдері бар. Жермен салыстырғанда жұлдыздар әлемі өте шексіз. Сондықтан жұлдыздарды бейнелеуде аспан сферасы ұғымы енгізілді. Аспан сферасы кез келген радиустағы барлық көрінетін аспан денелерді проекцияланатын ойша алынған сфера. Координаталардың көкжиектік жүйесі. Бұл жүйеде негізгі жазықтық математикалық горизонт. Аспан шырағының орны екі бұрышпен анықталады. Олар азимут, шырақ биіктігі. Азимут көкжиек сызығы бойымен өлшенетін шырақ вертикалына дейінгі бұрыш. Ал шырақ биіктігі вертикаль бойымен өлшенетін шырақтың көкжиектік бұрыштық қашықтығы -90 градустан +90 градусқа дейін. Аспан сферасы. Экватор жазықтығы, еңістік дөңгелегі, дүние осі, аспан экваторы көктемгі күн мен түннің деңгейлі нүктесі болып бөлінеді. Солтүстік жартышарда орналасқан бақылаушы үшін аспан сферасын дүние осімен қиылысу нүктесін солтүстік полюс деп атайды. Оңтүстік жартышарда орналасқан бақылаушы үшін аспан сфераның дүние осімен қиылысу нүктесі оңтүстік полюс деп атайды. Экватор жазықтығы аспан сферасын солтүстік және оңтүстік жартышарға бөледі және айналу осімен перпендикуляр. Экватор жазықтығын аспан сферасының қиылысу сызығын аспан экваторы деп атайды. Полюстер және бақыланатын шырақ арқылы өтетін сфераның үлкен дөңгелегі еңістік дөңгелегі деп атайды. Жақсы балалар, мына аспан сферасы туралы толық мағлұмат алдыңыздар, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді келесі бізде топтық жұмыс, шағын зерттеу әдісі. Бұл жерде кітап оқулықтарыңызды да пайдаланып отырып жұмыс жасауларыңызға болады. Үш топ бағана бөлінгенбіз: зенит, надир, эклиптика. Үш топтың тапсырмасы жүктеліп тұр. Бұны Padlet тақтасында маған кері байланыс жасайсыздар. Зенит тобы аспан сферасының негізгі элементтерін таныстыру. Надирдікі аспан координаталарын жүйелерін тік кестесіне толтырып жібересіңдер. Эклиптика тобы жұлдызды аспанның жылжымалы картасымен жұмыс. Оқулықтағы 4-ші тапсырма бойынша жұмыс жасайсыздар. Сіздерге уақыт берілді. Осы бойынша орындап болсаңыздар, маған Padlet тақтасына кері байланыс жасауларыңызға болады. Қай топ салды екенін ал тексеріп көрсек болады. Жақсы, үш топтың үшеуі де салыпты екен. Рахмет. Соның ішінде мен үшінші топтықын оқып кетсем сұрағын жауабына. Бұлар өйткені картамен жұмыс жасап отыр. Бұлар бүйтіп жазыпты: күн мен түннің көктемдегі теңелу нүктесі балықтар шоқ жұлдызында, ал күзгі теңелу нүктесі таразы шоқ жұлдызында болады дейді. Өте жақсы. Рахмет балалар. Үш топқа да рахмет айтам. Үш топтың да жауабын қабыл алып отырмын. Padlet тақтасына салыпсыздар. Рахмет. Келесі бізде кім алғыр әдісі жеке жұмыс. Бұл қорытындылау. Бүгінгі тақырып бойынша видеоматериалды көрдіңіздер. Оқулықтарыңызға қарап отырып, бос орында толтырыңыздар деп тұр. Одан кейін аспан сферасының негізгі элементтерін атаңыздар деп тұр. Осы екі сұраққа толық жауап жазып, бұны да Padlet тақтасында орындасаңыздар болады. Уақыт берілді сіздерге. Кері байланыс жасай берулеріңізге болады. Мен тексеремін сіздердің жұмыстарыңызды. Жақсы, мына жерде маған бірден үш бала жұмысты орындап салып жүріпті. Қадыр, Меруерт және Әмірхан. Соның ішінде бір баланың жауабын оқып жүрсем. Бос орынды толтырыңыздар дегенде біріншісінде бүйтіпті: айсыз ашық түнді адам құралсыз көзбен бүкіл аспаннан шамамен 1000-1500-дай жұлдыз көре алады. Жақсы, сұрағыңызды қабылдайын. Одан кейін екінші сұрақта аспан сферасының негізгі элементтерін атаңдар дегенде зенит, надир, аспан экваторы, тік сызық, дүниенің оңтүстік және солтүстік бөлігі депті. Жақсы, балалардың сұрақтарын қарап отырым. Өте жақсы жауап беріпсіздер. Рахмет балалар. Үш топқа да рахметімді айтам. Мына жерде жауаптарды жақсы орындап, толығымен ақпарат беріп отырсыздар. Енді оқу тапсырмасы берейін сіздерге. Оқулықтың 69-шы бетіндегі жаттығу 9-ның бірінші тапсырмасын орындайсыздар. Және де эксперименттік тапсырма: жұлдызды аспанның жылжымалы картасын пайдаланып
Бірақ шоқ жұлдызының жарық жұлдызының горизонталь координаталарын анықтаңдар. Алынған нәтижелер бойынша оларды аспаннан қарап табыңдар. Жұлдыздардың бір-біріне қатысты орналасуын бейнелеңіздер. Рахмет бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға.